Барлықтарыңызға сәлем, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен бірге Дариға, бүгін сіздермен бірге осындай ерекше жұлдыз құрақ пен қызғалдақ құрағы араласқан құрақтың жаңа түрін үйренетін боламыз. Бірден айтайын, сабақ 2 бөлімге бөлінетін болады. Сондықтан бізді жоғалтып алмас үшін және келесі бөлімнен қалып кетпес үшін бізге тіркеліп қойыңыз. Ал енді бізге керекті заттардың өлшемі. Бізге керекті заттардан бізге мата керек. Бізге мата болғанда мен матыл велюр матасын алдым. Көргендеріңіздей жасыл түс, иә. Так, бұл матадан бізге 12 дана керек. Яғни бұл осындай жасыл түстен 12 данасы керек. Және мен бұл жерде жасыл түстің тағы осындай королевский велюрдің ашық жасыл түсін қолданайын деп тұрмын. Мынау басқаша жасыл болса, көргендеріңіздей мынау ашықтау жасыл. Бізге бұл жасылдың түсінен 12 дана керек. Өлшемі 6-ға 6 сантиметр. Ал одан кейін мынандай кәдімгі жасыл да керек болады. Бұл жасыл жапырақтың үстіңгі бетіне қолданады. Сондықтан мен бұдан 8 дана ғана алдым. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай. Бізде 4 гүл болса, сол 4 гүлдің жапырағына тура осы ашық жасылды қосып тігеміз. Енді әркімнің өз қалауына қарай, бірақ мен қазір тура солай тігемін. Ал одан кейін бізге тура осындай қызыл 4 бұрыш керек. Бұл да сол королевский велюрдан. Ұзындығы мен ені 6-ға 6, ал бұдан бізге қанша дана керек? Бізге қызылдан примерно 8 дана қызыл тура осындай 4 бұрыштар керек. Бұдан қызылдан бізге 8 дана керек. Ал енді бізге ақтан қанша дана керек? Бізге ақтан 32 дана керек. 32 немесе 33 дана алыңыздар артық. Ала беріңіздер, кішкене болсын артық. Ал енді бізге ортасындағы гүліміз менде золотистый гүл болады. Сондықтан мен оған кәдімгі атлас матасын алдым. Атлас матасы болғанда оның астын өзім айтқандай қатты флизелинді қабатпен флизелиндап алдым. Сіздер де атлас қолдансаңыздар флизелиндап алдыңыздар. Ал енді бізге ең алдымен бөліп қояйық, қайсыны қай жерге аламыз. Ең алдымен бұл жерде бізде мынандай 4 бұрыштар тігу үшін, сіздер білесіздер ме білмейсіздер ме, бірақ идеальный 4 бұрыш шығару үшін бүгін біз басқаша тәсілмен тігетін боламыз. Ол мынандай болады. Мен айтқандай, бізге 4 дана сары мата керек болса, сол 4 дананың екеуіне осы жасылды қосамыз, ал мынау екеуіне 2 ақты серік етеміз. Ал мінекей тура осылай етіп, серік етіп қойып, мына бетінде енді қай бет өзіңізге ыңғайлы, тура осылай етіп сызып аламыз. Дәл диагоналынан бөлетін сызыпты сызып аламыз. Сызып аламыз да тура осылай етіп бөлек жұп қылып қойып қоямыз. Өйткені ол дегеніміз осы матамен қосылып тігілетін матаның жұбы деген сөз. Тігу барысында көрсетемін. Көбісі ойлаған шығар, неліктен диагоналынан сызды деп. Бұл дегеніміз біздің гүліміздің өрнегін істеген кезде бізде бұл ақ матамен қосылып тігілетін жер болады. Сондықтан уақыт созбай сіздерге тура осындай жолын үйретіп жатырмын. Ал егер сіздер тура осылай етіп істесеңіздер, кәдімгідей схемасын құрып барып тікпестен алдын ала қосып тігіп алсаңыздар, сіздерге өте оңай болады. Мысалға алатын болсақ, қалай тігіледі деген сұрақ болатын шығар, енді қалай болса қалай шығады деген. Мысалға алатын болсақ, мінекей мынау 4 бұрышты көріп тұрсыздар. Бұл да атлас мата, бұл енді қолданылып қойған, кішкене өзі сондай болып тұр енді. Ол енді қалай болады енді? Жалпы тіккен кезде бұл тігіледі де 2-ге бөлінеді, сонда сізде идеальный 4 бұрыш шығады. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқан сызықтың жанына жарты немесе кішкене миллиметр қалдырып тігіс түсірдім. Мінекей көрініп тұрған болса сіздерге. Енді сол тігіс арқылы тегізбей соларға кесіп шығамыз. Дәл ортасынан бөлеміз. Сол тігістерге тегізбей. Ал мінекей құрметті көрермендер, біздің тура осылай етіп дайындалған 4 бұрыштардан құралған 4 бұрышымыз осымен дайын. Жалпы түсіндіңіздер деп ойлаймын, не үшін жұп-жұбымен қойып жатқанды, жалпы осы үшін керек. Ал енді ары қарай жұптарымен бөлейік. Ал енді жұп тасталған кезде ең алдымен атлас матасынан бастайық. Бұл жерде бізде 4 дана атласымыздың 2-ін жасыл тұйық матамен, ал қалған 2-ін кәдімгі осы ақ матамен біріктіруіміз керек. Көргендеріңіздей. Мен алдын ала біреуін біріктіріп алып едім, енді тағы біреуін одан кейін біріктіріп аласыздар. Ал одан кейін тура осылай етіп 4 дана ашық жасылымызды алып, соларды ақ матыл велюрмен біріктіріп аламыз. Ал одан кейін қалған тағы 4 дана жасылымызды алып, жабық жасылмен біріктіріп алуымыз керек. Ал одан кейін одан қалған жабық жасыл матаның барлығын аламыз да, кәдімгі осы ақ матыл велюрмен тағы да тура осылай етіп жұп қылып біріктіріп шығуымыз керек. Бұл жерде енді біздің жасыл матамыз таусылғанша жұп қыламыз, ақ матамызға тиіспейміз. Ал одан кейін бізде кәдімгі осы қызыл матамыздан бізге қанша дана керек еді? Қызыл матамыздан бізге 8 дана керек болса, 8 дананың біз 4 данасын ғана алып ақ матамен біріктіреміз, ал қалған 4 данасына тиіспейтін боламыз.
Ал мінекей құрметті көрермендер, тура осылай етіп серік етіп алған бөлшектеріміздің барлығын тура мына атлас матасы мен сары мата мен ақ матаны қалай қосып тіктік, тура солай етіп тігіп диагоналынан бөліп кесіп аламыз. Ал мінекей құрметті көрермендер, мен өзім айтқандай екі матаны да біз дайындап алған серігіне қосып, тура осылай етіп сызықтың жанына тағы тура осына екі тігіс түсіріп шықтық. Ал енді осы екі тігісіміздің ортасынан тігісі кесіп кетпестен абайлап кесіп шығамыз. Ал егер түсінбегендер болса, мен осыдан алдын тігілудің схемасын қалдырғанмын суретін, соны скриншоттап, дұрыстап көріп алыңыздар. Сол кезде түсінікті болады. Ал мінекей бүкіл бұрыштарымыз қосылып дайын болған соң, енді тура мен көрсеткендей видеодағыдай сіздер өздеріңіздің маталарыңызбен схеманы алдын ала құрап шығасыздар. Ал енді құрақтарымызды шетінен құрап бастайық. Құрап бастаған кезде ең бірінші төбесінен бастайтын боламыз. Одан кейін оның астына қатарлымен түсіп кете береміз. Мінекей тура осылай етіп, бізге тігуге керекті жерін тура осылай етіп, екі матаның басын қосып, инеге түйреп алуымыз керек, чтобы адасып кетпес үшін, иә. Мінекей тура осылай етіп, осылай әр қатарды қадап шығуымыз керек. Бірінші қатар бітсе, екінші қатар бітсе, үшінші қатар, тура солай етіп қадап шыға береміз.
келесі бөлімде көретіндеріңіз, келесі бөлімде сіздер тура осылай етіп қалай буып немесе схема арқылы қалай құрастыру керек екенін үйренетін боласыздар. Біздің каналды жоғалтып алмас үшін подписка жасап қойыңыз.